Бүгін біз классикалық әдіспен келесі мысалды қарастырамыз. Келесі мысалда бізде екі контурлы схема беріледі және бір ғана реактив элемент кедергі беріледі, конденсатор беріледі. Осы схема бойынша бізге U5 және I2 тоқтарының өзгеру заңдылықтарын анықтау қажет болады. Ол үшін біз схемамызға анализ жасаймыз. Схемада бізде актив кедергілер бар, кілттің күйіне қараймыз. Дәл қазір кілтіміз ашық тұр, яғни коммутацияға дейін кілт ашық, коммутациядан кейін жабылады. Оны мына тұрған бағыт көрсетеді. Берілген мәндері жазып аламыз. Барлық кедергінің мәні 500 омнан, конденсатордың мәні 6 микрофарад, оны микро ескереміз, электр қозғаушы күш 50 вольт. Енді бұл есепті шығару үшін ең бірінші біз бастапқы тәуелді шарт жазамыз. Бастапқы тәуелді шартқа катушкадағы кернеу коммутацияға дейінгі және катушкадағы тоқ коммутацияға дейінгі және конденсатордағы кернеу жатқызылады. Дәл қазір бізде катушка болмағандықтан біз конденсаторды ғана аламыз. Яғни бастапқы тәуелді шартта конденсатордағы кернеуді анықтаймыз. Мұндағы 0- деген коммутацияға дейінгі уақыт дегенді білдіреді. Бастапқы тәуелді шарт бізде 0-ға тең. Себебі кілтіміз коммутацияға дейін ашық тұр және кілт электр қозғаушы күштің тармағында тұр. Яғни коммутацияға дейін ол электр қозғаушы күшті барлық тізбектен ажыратып тұр деген сөз. Яғни кез келген элементте коммутацияға дейін ешқандай тоқ, ешқандай кернеу болмайды. Екінші этап. Коммутациядан кейінгі схеманы саламыз. Коммутациядан кейін бұл схемада ештеңке өзгермейді, тек қана кілт тұйықталады болды. Сонда мына схемада біз кілтті тұйықтаймыз да қалған элементтерді қалдырамыз. Коммутациядан кейінгі схемада біз конденсаторды үзілген тармақ ретінде көрсетеміз. Осы схемадан біз UCU деген конденсатордағы тұрақталған режимдегі кернеуді анықтаймыз. Оны анықтау үшін біз бірінші конденсатор тұрған тармақты тауып аламыз. Конденсатор тұрған тармақ мына түйіннен басталып, мына үшінші тармақ, мына түйінге дейінгі аралық конденсатордың тармағы болып саналады. Осы жердегі кернеуіміз осы конденсаторға параллель тұрған тармақтың кернеуіне тең болады. Яғни біз конденсатор тұрған тармаққа параллель тармақ бар ма қарастырамыз. Оған параллель тармағымыз міне тұр. Яғни біз электр қозғаушы күші жоқ параллель тармақты іздейміз. Дәл тұрған біз тапқан тармағымызда электр қозғаушы күші жоқ, онда екі кедергі бар. Яғни, егер параллель тұрған тармақта кедергі бар болатын болса, онда конденсатордың кернеуі сол кедергілердің кернеуіне тең болады. Егер бірақ кедергі тұрса, онда бір кедергінің кернеуіне тең болады. Егер мына жерде ұқсап екеу тұрса, онда әр қайсының кернеуін жерде мына R2-нің кернеуіне қосамыз R3-тің кернеуін, сонда конденсатордың кернеуі шығады. Ал параллель тармақта ешқандай кернеу, жаңа кедергі болмаса, онда конденсатордың кернеуін 0-ға теңестіреміз. Сонда міне UCU дегеніміз ол параллель тармақтың кернеуі U, R1, R2 қосылған R3 мынау индексі. U көбейту емес, мына R2 қосылған R3 кедергілерінің кернеуі деген сөз. Енді мына тұрған U, R2, R3-ті ашып жазамыз ом заңымен. Бұл тармақтың бойымен бір ғана тоқ жүреді. Егер кедергілеріміз тізбекте жалғанса, бойымен бір тоқ жүреді. Сонда біз кернеу тапқан кезде жақшаның сыртына сол тоқты шығарып жіберіп, жақшаның ішіне кедергілерін қосып жазамыз. Сан мәндері бар кедергілердің. Енді иді табамыз. Иді ом заңы бойынша анықтай саламыз. Ол үшін біз сұлбада тоқтың жүру жолын тауып аламыз. Тоқ бізде электр қозғаушы күштен басталады. R1 кедергінің бойымен жүреді. Осы түйінге келген кезде онда екі жол пайда болады, екі тармақ. Конденсаторы бар тармақтың бойымен тоқ жүрмейді, яғни ол үзілген тармақ болғандықтан, сол себептен барлық тоғымыз R2, R3-тің бойымен кетіп, қайтадан электр қозғаушы жаққа қарай бағытталады. Сонда тоқтың жүру жолында 3 кедергі бар. Яғни біз тоқты тапқан кезде осы 3 кедергіні ескереміз. Ені бөлеміз R1 қосылған R2 қосылған R3-ке. R5-ті ескермейміз, себебі ол конденсатордың тармағында орналасқан. Оның бойында тоқ болмайды. Сан мәндерін қоямыз, анықтаймыз. Иді тауып отырған себебіміз 30 вольтты табу керек, соның орнына апарып қоямыз, 30 вольтты табамыз. Келесі этап.
ары қарай біз коммутациядан кейінгі схемаға сипаттық теңдеуді жазамыз. Сипаттық теңдеу Z-атпа бүкіл тізбектегі барлық кедергілердің қосындысы, яғни жалпы кедергі. Бұл жерде біз бәрін әшейін қоса салмаймыз. Бұл жерде біз кедергілердің жалғану ретін ескереміз. Мысалы, схемада R2 мен R3 өзара тізбектей жалғанады. S6 мен R5 өзара тізбектей жалғанады. Осы екі тармақ өзара параллель жалғанады. Одан шыққан кедергіміз R1-ге тізбекте жалғанады. Соны мына Z-атпыда ашып жазамыз. Параллель жалғанған кезде тармақтардың кедергілері алымында көбейтіледі, бөлімінде қосылады. Мынау екінші тармақтың кедергілері, мынау үшінші тармақтың кедергілері алымында көбейтілді, бөлімінде осы тармақтың кедергілерін бір-біріне қостық. Сонда біз параллель тұрған тармақтағы кедергілердің мәнін анықтаймыз. Осыдан шыққан жалпы кедергіге кірістегі кедергіні тізбектей қосамыз. Сонда Z-атпы шығады. Енді мына алымын жақшаны ашамыз, бөлімін жақшаны ашамыз, алымын жеке ортақ бөлімге келтіреміз, бөлімін жеке ортақ бөлімге келтіреміз. Екеуінің жағдайында да алымында ПЦ ортақ бөлім болады, бөлімінде ПЦ ортақ бөлім болады. Олар бір-бірімен қысқарып кетеді. Сонда шыққан өрнекті R1 мен қосып, оны тағы да ортақ бөлімге R1-ге ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім толықтауыш көбейткіш арқылы алымына көбейтіледі. Сонда менде бір алымы бар және бір бөлімі бар үлкен бір өрнек пайда болады. Біз білеміз, санды нольға бөлуге болмайды. Сол себептен бөлімін, осы шыққан өрнектің бөлімін нольға теңестіруге болмайды. Тек қана алымын нольға теңестіреміз. Нөрі тұрған өрнек Z-атпыны ықшамдаған кезде пайда болған алымының өрнегі. Мен сразу кедергілердің орнына берілген мәндерді жазып тастадым. Сонда менде осындай ықшамдалған өрнек пайда болды. Оны нольға теңестірдім. Содан ұқсас мүшелерін бір-біріне қоса отырып P-ны тауып алдым. P минус шығады. Әр қашан P-ны минуспен аламыз. Келесі төртінші этапқа көшеміз. Z-атпының түбірін тауып болғаннан кейін бізде негізі мысалдың басында берілгенде U5 атты мен I2 аттыны тап деген. Біз оны пока оған назар аудармаймыз. Біз схемада қандай реактив кедергі бар, соның өзгеру заңдылықтарын тауып аламыз. Мысалы, дәл қазір менде схемада конденсатор бар. Яғни мен бірінші конденсатордың кернеуінің өзгеру заңдылығын табам, соңген тоғының өзгеру заңдылығын табам. Сол екі өзгеру заңдылығы арқылы вариант бойынша, нұсқа бойынша берілген өзгеру заңдылықтарды оңай анықтауға болады. Егер катушка берілетін болса, онда біз бірінші катушканың IL атты деген тоғының өзгеру заңдылығын тауып аламыз. Сол арқылы UL аттыны табамыз. Содан кейін барып нұсқада көрсетілген параметрларды анықтай бастаймыз. Біз пока есептің шартында анықтаңдар деп тұрған параметрларға назар аудармаймыз. Біз схемада реактив кедергінің параметрларын таба бастаймыз. Реактив кедергі конденсатор, оның УЦ аттысын табамыз. УЦ атты екі құраушыдан тұрады. УЦУ тұрақталған режим, қосылған УЦСВ еркін режим. УЦУ-ды біз бағана тауып қойғанбыз. 30 вольтқа тең болған УЦСВ-ның формуласы АЕ дәрежесінде ПТ. Мұндағы P-ны минус 200 тауып қойдық, А-ның мәні белгісіз. А-ны табу үшін біз мына тұрған формуланы ашып жазамыз. УЦ атты қалады. УЦУ-дің орнына 30-ды қоямыз. Қосылған А дейміз. ПТ еркін құраушының формуласын жерге келіп жаздым. Мына интегралдау тұрақтысын анықтау үшін біз коммутация моментіне қараймыз, коммутация кезіне. Коммутация кезіндегі уақыт Т тең 0. Яғни Т-ны 0-ға теңестіреміз де, мына тұрған формуланы қайтадан жазып шығамыз, Т-лардың орнына 0 қойып шығамыз. Сонда УЦ 0, 30, А көбейту 1. 1 дегеніміз мына жерден шықты. П-ны 0-ға көбейтсек 0 болады, Е-нің 0 дәрежесі 1-ді береді. Енді келесі сұрағымыз УЦ 0-дің орнына не қоямын? УЦ 0-дің орнына сан қою үшін біз бірінші коммутацияның екінші заңын еске түсіреміз. Екінші заңы бойынша коммутацияға дейінгі конденсатордағы кернеуіміз коммутация кезіндегі конденсатордағы кернеуге тең болады, және ол біртіндеп өзгереді. Коммутацияға дейінгі конденсатордағы кернеуді біз
бастапқы тәуелсіз шартты анықтап қойғанбыз. Сол мәнді мына жерге келіп қоя саламыз. Ол 0-ға тең болған. 0 тең 30 қосылған А. Осы жерден А-ны табамыз. Содан бізде шыққан мәндерді мына жауапқа келіп қоя саламыз. Жауапты жинаймыз. Міне біздің формуламыз тұр. Осыған 30 аттыны қалдырамыз, 30-ды жазамыз. А-ның орнына -30, Е-нің -200Т деп қоямыз. Арғарай біз осы кернеудің өзгеру заңдылығының көмегімен конденсатордағы тоқтың өзгеру заңдылығын тауып аламыз. ИЦ атты дегеніміз С көбейтілген Д утсы бөлінген Д атты. Бұл тұрақты формула. Бұл ешқандай схемаға тәуелді емес. Бұны біз жатқа білуіміз керек. Енді ИЦ аттыны тапқан кезде С-ның орнына берілгендегі микрофарадты қоямыз. Оның -6 дәрежесін ескереміз. Микрофарад екенін. Жақшаның ішіне мына Д утсы бөлінген Д аттыға бір санда әкеп қоймаймыз. Мына тұрған функцияны полностью толығымен әкеліп қоямыз да. Мына Д утсы Д аттының орнына оның туындысын табамыз. Яғни мына тұрған шама ол туынды дегенді білдіреді. Сонда 30-ның туындысы 0 болады. Мына жердегі туынды -30 көбейту -200 болады. Соны көбейтеміз 6-ға. Сонда жауабында 0,036 Е-нің -26 дәрежесі деген конденсатордың бойындағы кернеудің тоқтың өзгеру заңдылығы анықталады. Енді біз есептің шартында анықтаңдар деген параметрларды осы екі мән арқылы қазір тауып аламыз. Бізде міне схема, коммутациядан кейінгі схема берілген. Бізге анықтаңдар деген параметр U5 атты және I2 атты. Осы екеуін табуымыз керек. Қайсы параметрлар бізде белгілі? Бізде конденсатордың бойындағы өзгеру заңдылық ИЦ атты белгілі және конденсатордың кернеуі УЦ атты белгілі. Осы екі белгілі шаманың көмегімен біз қазында екі белгісізді табамыз. Оны біз Киргоф заңдарымен әдетте анықтайды, немесе Ом заңымен. Енді қарайық, бізге U5-ті табу керек. U5 дегеніміз ол R5-тің кернеуі. Ом заңы бойынша U5 деген мына кедергі, R5 кедергісінің бойымен жүретін тоқты осы R5-ке көбейту керек. Бұл R5-тің бойымен қандай тоқ жүреді? Ол бізде қай тармақта тұр? Соған біз анықтап аламыз. R5 конденсатордың тармағында тұр. Сонда конденсатордың тармағы мына түйінен басталып, мына түйінмен аяқталады. Бұның бойымен бір ғана тоқ жүреді. Конденсатордың бойымен жүретін тоқты біз ИЦ атты деп көрсеткенбіз. Яғни мына R5-тің бойымен де сол ИЦ атты тоғы жүреді деген сөз. ИЦ атты тоғының өзгеру заңдылығын біз анықтап қойғанбыз. R5 сол тоқты R5-ке көбейтсек, U5 атты кернеуінің өзгеру заңдылығы шығады. R5 500 омға тең, ИЦ атты және тапқанбыз. Өзгеру заңдылығын көбейтеміз. Жақшаны ашып көбейткенде міне осындай өзгеру заңдылығы шығады. Енді бізге I2 аттыны табу керек. Оны табу үшін біз Киргофтың екінші заңын қолданамыз. Екінші заңы контурға негізделген. Контурдағы кернеулердің алгебралық қосындысы сол контурдағы электр қозғаушы күшке тең. Схемада екі контур бар. Бірінші және екінші. Екі контурдың біреуін таңдауымыз керек. Қайсы контурды таңдаған тиімді? Қайсы контурда тоқ, кернеу, өзгеру заңдылықтары уже белгілі, сол контурды таңдағанымыз тиімді. Мысалы, бірінші контурда бізде R1-дің кернеуінің өзгеру заңдылығын біз білмейміз, екіні білмейміз. Сол себептен біз бұл контурды Киргофтың екінші заңын жазсақ, біз одан ешқандай нәтиже алмаймыз. Екінші контурға қараймыз. Екінші контурда ИЦ аттыны білеміз, УЦ аттыны білеміз, U5 аттыны білеміз. Уже біз бірнеше параметрді білеміз, яғни осы екінші контурға Киргофтың екінші заңын құру арқылы қажетті мәнді анықтай аламыз. Енді екінші контурда бізде барлығы 1, 2, 3, 4 кернеу бар. Неше кедергі бар, сонша кернеу болады. 4 кернеуін жазамыз. УЦ-ның кернеуін УЦ атты дейміз. R5-тің кернеуін I5 атты дейміз, біз оны тауып қойғанбыз. R2, R3-тің кернеуін Ом заңымен жаздым. Бойымен қандай тоқ жүреді? Бойларымен I2 тоқ жүреді, екеуі бір тармақта тұрғаннан кейін I2 аттыны жақшан шарында, жақшан ішіне R2 қосылған R3 деп екеуі тізбекте жалғанғандықтан бір-біріне қоса салдым. Сонда менде осы екінші тармақтағы
кернеудің формуласы шықты. Мен іздеп отырған параметр міне тұр. Енді осы жерден мен екіні өрнектеп алып шығамын. Екі мына тұрған 30 мен 15 теңдіктің оң жағына ауыстырамын. Мен жағдайымда мына екінің алды минус болғандықтан сол минусты оң жаққа ауыстырып жібердім, плюспен кетті, мына екі орында қалды. Содан кейін екіні тапқанда былай бөле салдым. Яғни мына жерде мен өрнекпен жұмыс жасап, екі аттыны теңдеудің ішінен алып шықтым. 30 атты менде бар, мына жерге жаздым. И5 атты бар, не жаздым. Бөлінген R2 мен R3-тің қосындысы 1000-ға. Сонда И2 аттының өзгеру заңдылығы осылай анықталады. Сонда біз осындай бір реактив элементі бар схемада тоқтың немесе кернеудің өзгеру заңдылықтарын анықтаған кезде біз ең бірінші реактив кедергінің параметрларын, тоқ кернеуін анықтап алсақ, қалған элементтердің өзгеру заңдылықтарын анықтау оңай болады екен.